Трейдингте хеджирование стратегиясы қалай жұмыс жасайды? Хеджирование деген жалпы стратегия емес, ол жай ғана инструмент. Лонг яғни бағаның өсуі және де шорт бағаның түсуі екеуін бір уақытта ашады, немесе әртүрлі уақытта әртүрлі қолданады. Соларды қалай қолданады, қаншалықты түрі бар, соны көрсетіп өтетін боламын. Қараңыздар, жалпы хедждің осындай да бір түрі бар. 70 мыңнан яғни лонг ашады, және де 78 мыңнан шорт ашады. Бұл жерде енді әркімнің өзінің стратегиясына байланысты. Мысалға, анализ бойынша 70 мыңнан 82 немесе 85-ке барады деп есептейді, және де лонгқа күтеді, бірақ 78 мыңға барған кезде мысалға сол жерден баға қайта түсіп кетуі де мүмкін сияқты көрініп тұрады. Сондай моментте не істейді? 78 мыңнан шорт ашып қояды. Егер баға қайтадан 70 мыңға келіп қалатын болса, онда мына шортты не істейді? 70 мыңға келген кезде пайдамен жабады да, лонгты нөлмен жаба салады. Сол кезде мына екі аралықтағы пайдасын жоғалтпайды екен. Ал егер де 82-85-терге шынымен де баратын болса, онда 70 мыңда тұрған ашқан лонгты көбірек пайдамен не істейді? Жабады екен. Ары қарай осы 78 мыңдағы шортты не істейді? Нөлмен немесе кішкене баға артқа қайтқан кезде пайдамен жауып алады екен. Жалпы осылай да қолданады. Және де екінші бір түрі, ол одновременно ашу. Мысалға 70 мыңда лонг және шорт ашу мүмкін. Осы моментте ашатын болса, осы жерде и баға ары қарай түскенін күтеді. Енді бұл жерде де әркімнің өзінің стратегиясына, тактикасына байланысты болады. 65 мыңға жеткен кезде мысалға шортын жауып алады. Яғни мысалға мына аралықта $500 пайда көрсе, осы $500 шортынан пайда көреді. Бірақ десе де осы аралықта лонгдан $500 минуста тұрады. Енді бұл аралықтағы минус қалай нөлге айналады? Всегда график қарасаңыздар, баға өсіп жатады, өссе түсіп жатады, түссе өсіп жатады. Сондықтан да бұл жерде де мына астыңғы уровеньдер дейді, басқа дейді. Енді әркім әртүрлі математический есептер бар, неше түрлі, әркімнің өзінің стратегиясына сай қолданады. Сол кезде шортын жауып қалады. Яғни бұл не деген сөз? Баға ары қарай өсуі мүмкін. Сондықтан шортын пайдамен жабады мысалға. И ары қарай 70 мыңға дейін, яғни нөлге шыққанша не істейді? Күтеді. Сонда мына лонгтағы минус нөлге шыққанын күтеді. Сол кезде не істейді? Мына аралықтағы пайдасын көреді екен. Яғни осындай да бір түрі бар. Енді екінші түрі бар, бұл одновременно ашпайды, 70 мыңнан лонг ашады. Егер баға өссе, әрине түсінікті, пайда көре салады. Ал егер баға 68 мыңға түсіп жатса, онда шорт аша салады. Шорт ашқаннан кейін баға дальше 65 мыңға дейін мысалға жаңағыдай күтеді. Астында мысалы уровеньдер болса, немесе басқа да бір дүниелер болса, есептер болса мүмкін менікіндей, сол кезде астында шортты жабады пайдамен и дальше ары қарай 70 мыңға дейін барғанын күтеді. Немесе аз минуспен де жауып ала береді. Немесе тіпті 70 мыңдағы лонгты да не істейді? Кішкене пайдамен жауып алады екен. Арадағы разница осы жердегі пайда ол қалып отырады екен. Бұл хеджда негізі әрине өте сабырлық керек. Бұл жерде кәдімгідей күтесіздер ұзақ уақыт. Мына жерге келіп қайтадан бару деген кәдімгідей уақыт. Мына жерде сіз пайдаңызды көріп қойғанмен, ол пайдаңызды нақты мына 70 мыңнан асқан кезде ғана нақты сіз не істейсіз? Көре алады екенсіздер. Жалпы хедждар осылай жұмыс жасайды. Енді мысалға тағы бір түрін көрсетіп өтейін. Мысалға 70 мыңнан лонг ашады. Лонг және шорт ашылады. Және де осы жерде 70 мыңнан ашылғаннан кейін 68 мыңда шортын пайдамен жабады. Және де ары қарай тағы күтеді. Мүмкін өседі, мүмкін түседі. Түсетін болса 66-тан бағада түскен кезде қайта не істейді? Шорт ашуға болады. Яғни ашып тастайды екен. Ары қарай дальше шортқа кетсе, шортын тағы пайдамен жауады, немесе баға өсіп кетіп жатса, онда кейін лонгын жауып, ары қарай енді ұзақ әңгіме, ол процеске байланысты, әркім өзінің стратегиясына байланысты қолданып кете бере алады екен. Ары қарай да жалпы айта беретін болсақ, мысалға 70 мыңда лонг ашуға ашылса, 68 мыңға баға түскен кезде шорт ашады, одан кейін 66 мыңда шортты пайдамен жабады, ары қарай бағана айтқандай не істейді? 64-ке барғанын
күтеді. Яғни алпыс төртке барып жатса тағы да қайта не істеуге болады, шорт ашып дәлше осылай жалғастырып кете беруге болады. Немесе тіптен осы жерден баға өсіп кетіп жатса ары қарай кете берсе де болады. Яғни осылай бұл хедж, тек қана хеджді қолданудың тактикасы. Видео ұнаған болса лайк басып осы видеоны сақтап алыңыздар, түсінбесеңіздер қайталап көрсеңіздер болады. Келесі видеода мен сіздерге усреднение мен хеджирование қосып жасауды көрсететін боламын. Жалпы сіздерге хеджирование жайлы сабақтар керек болатын болса, бізде тегін сабақтар бар. Бізге жазсаңыз, біз сіздерге тегін беретін боламыз. Және де бұл жерде тек қана хедж емес, хедждің управлениесімен де жасауға болады екен. Жақсы, сау болыңыздар.